Қасиетті Сыр елінде Жаңақорған ауданынан 40 шақырымдай қашықтықта Тұтықұс деп аталып кеткен жерде Хорасан ата кесенесі орналасқан. Хорасан ата тарихтан белгілі Әбдіжалил бабтың лақап аты. Пайғамбар ұрпағы саналады. Данышпан, емші, ақылгөй кісі болған. Осы Хорасан атаның өзге киелі жерлерден ерекшелігі, онда Меккедегі Қағбаның көшірмесі бар. Меккедегі Қағбаның көшірмесі бұл жерге қашан және қалай тұрғызылған? Бұл жөнінде тарихта нақты дерек жоқ. Ертеректе Хорасан атаның ұрпақтары салған деген ел аузында аңыз ғана бар. Осы сұраққа белгілі тарихшы шежіреші Сейтомар Саттарұлы былай деп жауап берген. Біздің қолымыздағы шежірелер бойынша Әбдіжалил баб, яғни Хорасан ата 7 ғасырда ислам аша келіп, Сырдың жағасындағы Оғыз қыратында шахид болған, яғни қайтыс болған. Осынау ұлық атаның мазарының күнбатыс бетінде тұрған Қағбаның сол басына шабуылды бастап кеттік. Бұл Қағбаның көшірмесі біз есімізді білгенде бар болатын, яғни 1950 жылдан құлағымызда. Арғы жағында қаншама саясат ауысты, қаншама заман озды, қаншама патша билік ауысты. Бірақ бұл жәдігер сол ежелгі қойылған орында тұрған дүние. Бұл жәдігерді бұзып тастау керек деген әңгіме бір белгісіз әйелдің Хорасан атаға барған адам Қағбаға тәубе еткенде қажы болады деген сөзінен шыққан. Бірақ осы маңда осында келіп қажы атанған кімдер бар деп ешкім сұрамаған. Хорасан атаға жылына мыңдаған адам келіп кетеді. Барлығы да Қағбаның сол басын көреді. Бірақ ешкім осыдан қажы атанбайды. Атанған да емес. Себебі бұл Қағба емес, Қағбаның сол басы ғана. 1995 жылы Жаңақорған ауданында Хорасан атаның өмірден өткенінің 1100 жыл толуы кеңінен аталып өткен. Ғұламаның ұрпақтары жиналып, кесенені қайта жаңғыртқан. Жанындағы Қағбаның сұлбасы да жөнделіп ретке келтірілген. Кесенеде суының емді қасиеті бар құдықта бар. Дертке шалдыққан адамдар арнайы ниет етіп суын ішіп кетеді. Тіпті қасиетті сумен жуыну үшін арнайы орындар әзірленіп қойылған. Намазхана да бар. Күннің ыстығына қарамастан қазіргідей шіліңгір шілде айында да Хорасан баб рухына Құран бағыштап, тілек тілеуге келгендердің қатары азайған емес. Әрине, оның ішінде кесене қасында орналасқан Қағбаның көшірмесі де көпшіліктің қызығушылығын тудыратыны анық. Бұл зират аймаққа ислам дінін жайған Әбдіжалил бабтың Құдайға сыйынған жері деп саналады. Кей зират етушілер бұл жерге Қағба көшірмесін көруге ғана келсе, кейбір адамдар оны 7 рет айналып, Меккедегідей қажылық ғұрыптарында орындайтын көрінеді. Әрине, бұл үлкен адасушылық. Бұл жерді ешқашан екінші Қағба деп атауға мүлде болмайды. Молдалар Қағбаға ұқсайтын ескерткіштің түр сипатын өзгертуді Әбдіжалил бабтың ұрпақтары мен жергілікті халыққа бірнеше рет ұсыныпты да. Алайда жергілікті халық ескіден келе жатқан орынды өзгертпеуді, қаз қалпында қалдыруды сұраған екен. Жер жүзінде мұсылмандар неге Қағбаға табынады? Олардың қара тасқа құлшылық жасайтыны рас па? Деген алып қашпа әңгімелер аз айтылмайды. Жауап біреу ғана. Мұсылмандардың ешбірі де Қағбаға немесе қара тасқа табынбайды. Мұндағы қара тас айналымның қай тұстан басталу керек екендігін ғана көрсетіп тұр. Басқа ешқандай мақсаты жоқ. Қағба намаз бағытын көрсетуші ғана. Әрине, жер бетінде Мекке секілді құрметтелетін қала, Қағба секілді қадірлі ғимарат жоқ аян. 24 сағат бойы мыңдаған адамдардың Қағбаны
тынымсыз айналып жататындығы бұл сөзімізді айқындай алады. Кағба жер жүзіндегі барлық мұсылмандардың құблысы. Кағба қара мата жамылған төрт бұрышты ғимарат қана емес, тұла бойы тарих тұнған қасиетті орын. Қасиетті орын болса да, қара тасты сүю парыз емес, тек пайғамбарымыз сүйген үшін ғана сүннет саналады. Қара тасты қалайда сүюге тиіспін деп, басқа мұсылманды қағып, соғып, зәбір көрсетуге болмайды. Онда сауап жинаймын деп жүріп, қайта күні жамып алуың да мүмкін. Себебі тірі мұсылманның құқығы жансыз Қағбадан жоғары. Міне, шынайы мұсылмандар Меккедегі Қағба қаншалықты құрметпен қараса да, оған табынған емес, және қара тастан жәрдем сұраған емес. Қазақ даласындағы Қағбаның көшірмесі Меккедегі шын Қағбамен салыстыруға да келмейді. Десек те, біз құрметпен қарауға тиіспіз. Өйткені онда да бабалардың тұнған тарихы жатыр. Тарих қашан да құрметтелуі тиіс. Біз сөз өткен орында Қазақ даласындағы тылсымға толы киелі мекеннің бірі. Мұндай ғажаптарды бұзып тастағаннан гөрі сақтап қалған абзал. Онсыз да уақыт әсерінен жойылып бара жатқан көне ескерткіштерді адам қолымен жойғаннан, зияннан басқа табарымыз жоқ.